Біз бәріміз ертегідей таза әлемде өмір сүргіміз келеді. Бірақ ол әлемді кім құрады? Жауап қарапайым. Біз құрамыз. Бүгін дәл осы жерде. Ең алдымен мен өңіріміздің климаттық ерекшелігін зерттедім. Себебі әрбір өсімдік біздің ауа райына бейімделуі қажет. Неге бұл гүлдерді таңдадық? Олар аптап ыстық пен желге төзімді ме? Мен тек біздің климатта өміршеңдігі жоғары сорттарды іріктеп алдым. Жұмысты бастамас бұрын мен осы аумақтың топырақ құрамын және күн сәулесінің түсу деңгейін зерттедім. Бұл дұрыс өсімдік таңдаудың негізі. Осы талдаудан кейін ландшафттың схемасын жасадым. Мұнда өсімдіктердің тек сұлулығын емес, олардың бір-бірімен үйлесімді өсуінде ескердім. Зерттеу нәтижесінде болашақ оазистің алғашқы эскиздерін жасадым. Мұнда әр гүлдің биіктігі мен түстер үйлесімділігін есепке алдым. Астра, лала гүл және хризантема секілді өсімдіктерді таңдадым. Олардың гүлдеу уақыты бірін-бірі алмастырып көз қуантатын болады. Композицияның ортасына ерекше мән бердім. Мысалы, петунияларды басты назарда болу үшін дәл орталыққа орналастыруды шештім. Біздің жиі көмегімен жасалған greenhouses ландшафттық схемамыз. Әрбір аймақ белгіленген бархатсы петуния, астра және тағы басқа да гүлдер. Бұл біздің мектептің заманауи жасыл келбеті. Енді ландшафттық дизайнымызға жақынырақ тоқталайық. Сол жақ бөлікке көз жүгіртсек, мұнда ерекше үйлесім тапқан георгиндер, майорлар және астра гүлдерін көре аламыз. Ал оң жаққа назар аударсақ, ғимарат жақтағы гүлзарлардан нәзік лилиялар мен иристерді, сондай-ақ түрлі түсті петунияларды көруге болады. Мектептің бас кіреберісінде бізді жайқалған бархатсы гүлдері қарсы алады. Бұл композиция мектеп табалдырығын аттаған әрбір жанға көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. Біздің мектептің жасыл оазисі тек гүлдерден ғана тұрмайды. Мектеп жанындағы шағын орман мен кіреберістің оң жағындағы жас қарағайлар ауаны тазартып, бізге салқындық сыйлайды. Ал сол жаққа назар аударсақ, мұнда ерекше үйлесім тапқан таңқурай мен қарақат бұталары егілген. Бұл жидектер біздің мектепке дәм мен сән сыйлайды. Бұл жеміс жидектер жыл сайын бізге жемістерін береді. Біз оларды күтіп баптаймыз. Бұл ландшафттық дизайнымыздың ажырамас бөлігі. Ландшафттық дизайн бұл тек сурет емес, бұл әрбір егілген дән мен күтілген көшет. Біз өз жобамызды қағаздан топыраққа көшірдік. Өсімдіктердің жайқалып өсу үшін біз топырақ құрамына ерекше мән бердік. Құнарлы қара топырақ пен қажетті минералдар біздің жасыл оазисіміздің іргетасы. Тұрақты суару тіршілік көзі. Біз әр өсімдіктің ылғалдылық қажеттілігін ескере отырып, жүйелі суару режимін жолға қойдық. Міне біздің жасыл оазисіміздің алғашқы нәтижелері. Әрбір түс, әрбір жапырақ біздің жобамыздың маңызды бөлігі. Зерттеулер бойынша біздің жасыл оазис ауадағы көмірқышқыл газын 20-ға азайтып, айналаны таза оттегімен қамтамасыз етеді. Бұл мектептегі нағыз жасыл өкпе. Бұл оазис тек жасыл аймақ емес, бұл балалардың демалатын, табиғатпен тілдесетін және шығармашылықпен айналысатын сүйікті орнына айналды. Және мектептегі практикалық сабақтардың базасына айналды. Мұнда оқушылар өсімдіктер дүниесін өз көзімен көріп, зерттей алады. Greenhouses бұл жай ғана ландшафт емес, бұл білім мен дәстүр, демалыс пен экология тоғысқан мектептің жаңа тынысы.